көтерілісін, Кенесары Қасымұлының көтерілісін, басып жаныштауға қатысқан болатын. Бұл бізде ол Перовский болады. Перовскийдің орнына 42-ші жылы Обручев келген болатын. Туф, мына далада отырған бір пәле ғой. Келесі 1864 жылы Сайрам қаласы қоқандықтардан азат ету барысында қайтыс болған Кенесарының батыры. Осыған байланысты балалар сендерге кеңес, мына оқулықтың 88-ші бетінде бір 4-5 батыр жазылған. Сендерден Малайсары, Бөгенбай, Қабанбай туралы батырлар сияқты кішігірім жарты бетте ақпарат жазылған. Дәл солай бұл жерде Кенесарының батырлары туралы жазылған. Соны қарап шығыңыздар. Мысалы, Сұраншы батыр, сол тақырыптан Сұраншы батыр туралы осындай тапсырма келген. Дәл осындай күйде сендерде о жерде Иман батыр, Саурық батыр, Жоламан батыр деген сияқты тапсырмалар келуі мүмкін. Сондықтан да мына 88-ші бетті оқып шығыңыздар және болжам жасаңыздар. ұбт-да бұл батырлар қандай күйде келуі мүмкін, мен оларды қалай еске сақтауым керек деген сияқты. Мына жерде мен не істеп қойыппын ғой. Міне Иман батыр туралы айтылады, Майтөбе шайқасында қырғыз манаптарына қарсы шайқас кезінде қаза тапқан. Мысалы, Иман батырды айтуы мүмкін сондай күйде. Жанайдар батыр Арғын руынан шыққан, Кенесары әскерін басқарған. Жанайдар батыр 3 бауырымен бірге 10 жыл бойы Кенесары көтерілісіне қатысып, Майтөбеде жеңілген соң Сарыарқаға қайтып оралған. Немесе мынау Сұраншы батыр Ақынбек ұлы деп тұр, 64-ші жылы Сайрам түбінде қаза болған. Кенесары бастаған көтерілістің жеңіліске ұшырауы қандай нәрсеге жол ашты? 2025 жылғы тест бұл бізде. Орта жүзде хандық билік, Жетісу, Қытаймен сауда, ұйғырларды қоныс аудару. Бұл Жетісудың өңірін отарлауға жол ашады Ресей үшін. Себебі Кенесары бізде 1847-де қайтыс болады. Кенесары қайтыс болған соң бізде 1847-де қандай бекініс салынды Жетісуда. 48-ші жылы Жетісуда не болды? 1854 жылы Жетісуда не құрылды? Райым, Қапал деген тағы да бізде бекініс қой бар, балалар. Райым мен Қапал екеуі 47-де болып табылады. Қапал ол бізде именно Жетісуға жатады. Қазіргі кезде Қапал ол қай қала? Кім біледі, ол Жетісуда орналасқан. Райым, Қапал бекіністері інжу, дұрыс. Верный 54-ші жылы дұрыс салынады, бізде. Қапал қазіргі кездегі Талдықорған, балалар. 48-ші жылы Қапалға пристав деген қызмет енгізіледі. 59-ші жылы Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында не тұрғызылды? 48-ші жылы Қазалы бекінісі, дұрыс, ол уже Сырдарияға кетеді, 59-ші жылы Қастек бекінісі. Бұның барлығы қарап отырсаңыздар, 40-50-ші жылдары Ресей ұлы жүзді отарлауды бекіністерді салу арқылы бастайды. Және толығымен бұл процесс 19-шы ғасырдың 60-шы жылдары аяқталады, яғни бір сөзбен айтсақ, ұлы жүзді отарлау аяқталды. Сонда балалар Ресей үшін ұлы жүзді отарлауға кедергі жасап отырған екі тұлға болды. Ол Нұрмұхамедұлы болды және Кенесары Қасымұлы болды. Екеуі кедергі жасап отырды. Кенесары Жетісуда орнықты, ал Жанқожа Сырдарияда, Аралда орнықты. Осы Сырдария мен Жетісуды екеуін қоссақ, ұлы жүз пайда болады. Сонда патша үкіметі әрдайым Қазақстанды отарлауды неден бастайды деген кезде, біз өткен сабақта бекініс салудан бастайды деп айтқанбыз. Сонда Жетісуда Ресей бекініс сала алмай отыр. Сырдарияда бекініс сала алмай отыр, өйткені Жанқожа мен Кенесары кедергі жасады. Сол себептен Ресей империясы алғашында Жанқожамен келісімге келіп, Райым, Қазалыны салдырып тастайды, бірақ сосын Жанқожамен соғыс басталып кетеді. Қасым қайтыс болған соң, бірақ Қапал, Верный, Қастек, Пристав дегендерін түгелін салдырып тастайды.
и әрі қарай ортасына қарай көшеді. Яғни ұлы жүздің шетінен, Жетісудың шетінен, Сырдарияның шетінен кіреді, Жетісуға орта жүз арқылы кіреді, Сырдарияға кіші жүз арқылы кіреді, и олар ортасына қарай жылжиды. Ортасына қарай деп тұрғаным, ол Әулие-Ата, Тараз, ол Шымкент, ол Түркістан деген сияқты қалаларды уже 60 Мерке, дұрыс айтады, Пішпек, сол қалаларды уже 60-шы жылдары олар күшпен жаулап алады. Ол жерде бекініс салдырмайды, өйткені онда қалалар бар, бекініс салу керек емес. Оларды тек қана күшпен отрядтарын, ұлы жүздің Ресейге қосылу отрядтарын көрген шығарсыздар, Черняев дейтін, дұрыс, Черняев әсіресе Түркістанға байланысты айтылады бізде. Так, осы Черняевтің отрядының құрамында 2 қазақ болған. Біреуін сендер әлі білмейтін шығарсыздар, бірақ екіншісін уже білесіздер. Кім болды құрамында? Шоқан Уәлиханов болды, дұрыс. Ол болсын, мен Гүлназымның құрдасы сияқты Шоқан дейді қой. Шоқан Уәлиханов болды. Екінші бір тұлға, мәдениет кезінде өтесіздер, ол Жаяу Мұсада болған құрамында. Шоқан Уәлиханов өз еркімен қосылды ол отрядқа, ал Жаяу Мұса әскери қызмет атқарғандықтан оны Черняевтің отрядының құрамына қосып қойған. Содан мәдениетте Жаяу Мұсаны өткен кезде сондай тапсырма бар бізде. Кенесары сыр бойындағы қалалар үшін қай халықпен соғысты және оған кім көмектесті сыр қалаларын босатуға? Мысалы, Сырдария бойындағы Созақ, Жүлек, Жаңақорған деген қалаларды Кенесарыға көмектеседі. Так, бұл жерде ол қоқандықтармен соғысады, өте дұрыс, және көмектеседі Жанқожа Нұрмұхамедұлы. Өйткені Жанқожаның көтерілісі как раз Сырдария бойында жүріп жатты, Хиуа мен Қоқан хандығына қарсы. Хиуаға қарсы ол көбінесе Арал бойында күресті, Қоқанға қарсы Сыр бойында күресті. И дәл осы кезде Кенесары Жетісуға көшіп келеді, және Жанқожа оған көмектеседі Сыр бойындағы қоқандықтардың бекіністерін азат етуге. Туыс болған қайнатасы. Келесі, Есет Батырға қатысты оқиғаларды сәйкестендіру керек. Есет Елек бекінісіне шабуыл жасады, Ресеймен келісім Жем бойында әскерге шабуылдады. Біреу тамақ жеп жатыр ма бізде? 1Б, 2А, 3С дейді. 1Б, 2А, 3С Илдарның айтқаны. Ресеймен келісімге келді, оп-оңай біріншісін тауып алдық. 58-ші жылы келісімге келеді. Көтерілісті Есет бастады негізі мынадан. 38-ші жылы Елек бекінісіне шабуыл жасаудан. Сәйкесінше біздегі қалатын тек қана Жем бойында ғана. Шаңды жорық естеріңізде болса, тоже Жем бойында өткен. 47-ші жылы болған оқиға. Есеттің көтерілісінің барысына байланысты көп ақпарат айтылмайды. Бізде оқулықта Есеттің көтерілісі 38-58-ші жылдар аралығында болды деп айтады, яғни оның басталған ғана әрекет айтылады, ортасында 47-ші жылы болған оқиға и плюс 58 аяқталған кезіндегі. Бірақ Есеттің біз бүкіл көтерілісі 20 жылға созылды деп айтпаймыз. И біздегі бәрі бірде ең ұзаққа созылған көтеріліс ретінде біз әлі де Сырымды атуын айтамыз. Бұл жердегі балалар ұқсастық бізде бар, Есет пен Жоламанның ұқсастығы неде? Жоламан Тіленшолының ұқсастығы неде? Олар екеуі де не істеген? Так, Сыр мен Арал ол Жоламан мен Есет пен Жанқожа, өзім шатастыра бастадым бар ғой. Олар кіші жүзде, ұлбосының жауабына қараңыздар, олар екеуі де есептелінеді 1838 жылы Елек бекінісіне бірігіп шабуыл жасады. Шабуыл жасаған. Өйткені кімнің Жоламанның көтерілісін әрине біз айтамыз 22-25 жылдар аралығында, плюс Жоламан бізде қайтадан кейін көтерілісті бастайды екінші кезеңі ретінде. Ол да ұзаққа созылмайды. Екінші кезеңі 30-шы жылдар болады.
36-38 ғой деймін, егер қателеспесем. Вот осы кезде 38 жылы Жоламан Есеппен бірігіп елекке шабуыл жасаған. Сонда екеуінің де қарап отырсақ, балалар мақсаты бір, елек бойындағы бекіністерді құлату, елек бойындағы жерлерді азат ету болып табылады. Сол Жансая Тіленшіұлы және Нұрмұхамедұлы деп жаттамасақ болмайды. Сол сендер айтып, енді мен өзім шатасып жатырмын бар ғой. Жоламан мен Жанқожаны бірге қосып ЖЖ деп. Кенесары көтерілісіне қатысқан ұлы жүздің батырлары. Екі фокус. Ол ұлы жүзден болу керек, ол батыр болу керек бізде. С. Сұраншы, Тайшыбек, Саурық, Байсейіт деген сияқты. Сыпатай бізде би болды, Жоламан ол кіші жүзден болып табылады. Мына үшеуі Ақмоланы, дұрыс, Саурық және Байсейіт. Төртеуін біз айтамыз, ұлы жүзден шыққан батырлар ретінде қосылған. Осы үшеуі негізі Илдар, бұл сенің айтып тұрғаның, қалай айтсам, ескі тесттерде, бір 5-6 жыл бұрын үшеуін беретін Саурық, Тайшыбек, Сұраншы, СТС деп жаттайтын біз балалармен. СТС, бұрын теледидарда сондай канал болды ғой, СТС, Хабар, 24 KZ деген сияқты. Солай СТС деп жаттайтын біз. Кейін ОБТ-да соңғы жылдары уже сенің айтып тұрғаның келе бастады. Сұраншы, Тайшыбек, Байсейіт деген сияқты күйде. То есть Байсейітті қоса бастады, немесе осындай күйде екеуін ғана беріп қояды. Но Байсейіт арасына қосыла бастады бізде. 1853 жылы пайда болған шекаралық шеп қандай? Так, Сырдария шебі әрине. Ертіс шебі бізде қашан пайда болды? Кім оны салдырды? Ертіс, Қалыван, Сібір шебі деп атаймыз біз оларды. Және Сырдария шебінің шекарасын айтып жіберсеңіздер, созылды қай жерден қай жерге шейін. Ертісті дұрыс айтасын, Илдар Лихарев ашқан болатын 1720 жылы. Және Сырдария шебі Арал бойынан, Райымнан Ақмешітке дейін, дұрыс айтады. Сырдария шебі 53 жылы пайда болды. Ресей әскері қай жерді жаулап алған соң? Ортасында Қазалы бар дейді. Дұрыс. Ұлы жүздің Ресейге қосылу деген тақырыпта Ержан өте жақсы. 1853 жылы Ресей әскері Ақмешітті басып алады. Ал Ақмешіт бізде кімнің? Жанқожаның қолында болған, хиуалықтардың қолында болған. Ақмешітті алған соң, бұл жердегі тура аралдың жанындағы Райым кейін Қазалымен қосылып кетеді, және Ақмешітке дейін жеткен. Қазіргі кездегі Қызылорда. Осы аралықтағы шеп бізде Сырдария шебі деп аталады. Сонда біз балалар бір жылды екі фактімен еске сақтаймыз. 1853 жылы Ресей әскері Ақмешітті басып алып, 1853 жылы Ақмешітке дейін созылған Сырдария шебін құрған еді. Себебі Ақмешітті қай жылы басып алды деген сұрақ грант ОБТ-та келген. Оны хронология ретімен орналастыр деп келген. Мен бүгінгі нұсқаларда тек көтерілістерді ғана салдым. Ұлы жүздің Ресей қосылуын әлі салған жоқпын. Келесі апталарда ол болады. Сол кезде көрсетемін, қалай оны хронология ретімен орналастыр деп берген тапсырманы. Кенесары Қасымұлы әскерінің ерекшелігі қандай? Өлмейтін 10 мыңдық әскерді құрады. Әскерінің жауынгерлерінің саны 50 мың адамға жетті. Тыл жұмысы жолға қойылмады. Немесе барлаушылар қызметін пайдаланды. Д вариант, бұл жерде әрине дұрыс, барлаушылар қызметін пайдаланды. Бізде осы жылы Кенесарыға байланысты сұрақтар көбейіп кетті. Кенесары әскерінің саны 20 мың адамға жетті. Мынау 50 мың адам білеміз ба, кімнің әскері болды?
Ондай ол да сұралынады. Осы көтеріліс жетекшінің әскері қанша мың адамға дейін жетті? Сонда вариантта 50 мың деген вариант дұрыс. Кенесарынікі 20 мың, біле тұрайық, я. Ал 50 мың ол бізде Амангелді Имановтың әскерін бізде сұрайды. Амангелдінің әскері алғашында 20 мың болған. Кейін оған Ақмола көтерілісшілері келеді. Ал Ақмолада 30 мың көтерілісші шыққан ғой. Содан оның әскері 50 мыңға айналып кетеді. Бірақ бастапқыда Кенесарынікі сияқты 20 мың болған. Так, жүздіктер мен мыңдықтарға ол бөлінді. Амангелді Имановтың әскері сияқты. Кенесары мен Амангелді әскерінің ұқсастықтары өте көп. Орыс армиясының үлгісінде олар айырым белгілер енгізді әскерге. Андай нелер болады ғой, прапорщик, майор, подполковник, айырым белгілер сияқты. Солдаттар, әскер сарбаздары, олар шайқастың техникасын және өнерді білу керек. Мысалы, Салқам Жәңгір Орбұлақта жеңді, өйткені ол әскери тактиканы өте жақсы меңгергендіктен. Оның әскерінің қатарында татар, башқұрт, орыс қолбасшылары да болған. Тәртіпті бұзғандарға қатаң тәртіп, өлім жазасы, барлаушылардың қызметі шебер пайдаланылды. Андай нелер. Не дейді оларды орысша? Разведчик дей ма? Разведчиктер болған, Кенесары әскерінде тыл қызметі жолға қойылды. То есть мынау жолға қойылды, өйткені тыл қызметкерлері олар әскерді азық-түлікпен, жем-шөппен қамтамасыз етіп отырды. Тыл барлаушылар тыңшы, дұрыс айтасың Димаш, тыңшы деп те айтады оларды. Келесі 19 ғасырда ұлы жүзде күрескен Арынғазы Әбілғазыұлының ісін жалғастырған кім? Бұл контексті бұрын мен талдатқызғам сендерге, енді сендер тақырыпты өткендіктен уже жауабын білесіздер, Бұл Жанқожа істі жалғастырады. Ол болсын айтқандай, Хиуаға, Илдар дұрыс Хиуаға қарсы екеу бір уақытта емес, бірақ ұқсастығы сондай, міне ұқсастығы деп тұр екеуінің. Яғни шек тұруынан бізде тек қана Жанқожа ғана, Ресейге қарсы тек қана Жанқожа күресті, Арынғазы емес, екеуі де Хиуаға қарсы күресті, бұл дұрыс, екеуі де хандық биліктің жойылуына, бұл екеуіне де кірмейді. Мынау тек қана Жанқожаға кіреді А вариант, тек қана Жанқожаға кіреді Б вариант. 57 жылы Жанқожа Ресейдің әскерімен қай жерде шайқасты? Бұл қандай шайқас? Шайқастар тізіміне қосып отырыңдар, Хандық билік Жоламан мен Кенесары ма? Илдар екеуі де. Хандық билікке қарсы, хандық билікті қалпына келтіру үшін бізде Жоламан да, Кенесары да, Саржан да Қасымұлы болған. Бұл Арықбалық шайқасы қаңтар айында болғанда айтады, Осы шайқастан кейін Жанқожа Хиуадан көмек сұрайды, Хиуа көмектеспейді. Солайша Жанқожа бізде жасырынып соңында тауып алады әскер және оны өлтіреді. 9 қаңтарда, сол 9 қаңтар ғой деймін. Әйтеуір Жанқожаның көтерілісі өте қысқа. 56 жылы желтоқсанда ол басталды. Неден басталды білеміз ба? Және 57 жылы қаңтардағы Арықбалық шайқасында ол күрес аяқталады осымен. Дұрыс, Қазалы бекінісін қоршаудан бастайды, ал 57 жылы Арықбалық шайқасымен ол аяқталады. Өйткені кейін Жанқожа ашық күреске шықпайды, ол жасырынып жүреді. Есет пен Жанқожа көтерілісінің тарихи маңызы неде? Негізі PDF конспектіде 2 тарихи маңызы бар. ОБТ 2025-те әзірше тек қана біреу ғана сұралынды бізде, бірақ PDF конспектідегі 2 тарихи маңызын да еске сақтап отырыңыздар. Патша үкіметінің Орта Азияны жаулап алуын уақытша тежеді. Өйткені Жанқожа қайтыс болған соң, Ресей үкіметі Орта Азияны отарлауды аяқтайды. Ресейдің Қазақстанды отарлауын уақытша тоқтатты. Ол дұрыс емес, Қазақстанды емес, Ұлы жүзді уақытша отарлауын тоқтатты.
Есет пен Жанқожа бүкіл Қазақстанды отарлау тоқтата алмайды, өйткені Ресей уже и так-та орта жүзді бір ғасыр бұрын, кіші жүзді бір ғасыр бұрын уже жаулап алған, отарлап алған. 1731-де, 1740-та бір ғасырдай өтті. Кенесары Қасымұлы көтерілісіне ұласты, жоқ, Кенесарының көтерілісі бұдан да ертерек басталып кетті. Орта Азия мен ұлы жүзді отарлауын тоқтата алмайды. Керісінше патша үкіметі Есет пен Жанқожаны тоқтатады. Бірінші құпия сөз бізде кетті. Қазір сағат 8:36 сендерде. Тастөбе қай жылы болды? Кім кіммен шайқасты? Тастөбеге дейін не болды? Тастөбеден кейін не болды? Так, 37 жылы дейді Ақерке. Дұрыс, Расим, 37 жылы 15 қарашада болған шайқас. Және Каусар 37, 36-да Исатай көбінесе ауылдарды аралап көтеріліске шығыңдар деп шақырды. Асимай дұрыс айтады. Тастөбеде Исатайдың әскері Геккемен шайқасады. Геккені Перовский жіберген. Гекке мен Исатай. Менде көрінбейді презентация. Сендерге көрініп жатыр ма презентация? Менде көрініп жатыр. Так, Гекке мен Исатай болды. Тастөбеге дейін бұл қарашада болды ғой. Тастөбеге дейін 37 жылы қазанда Исатай мен Махамбет не істеген? Тағы біреуде экран көрінбей жатыр ма? Аружан көрінбейді дейді. Теректіде олар жиналды, Теректі құмда, және олар хан ордасын солайша қоршайды. Хан ордасын қоршап, Исатай мен Махамбет Жәңгір ханға өзінің талаптарын қояды. Ал Тастөбеде жеңілген соң, Исатай мен Махамбет олар мұзның қатаюын күтіп қайда көшеді? Уже ол желтоқсан айы болады. 2 апта қоршайды, дұрыс Илдар. 2 апта хан ордасын қоршап, Жәңгірге талаптар қояды. Талаптарды орындасаң, қоршауды тоқтатамыз деген сияқты. Бірақ Жәңгір Орынборға, Перовскийге хат жіберіп, көмек жіберіп, мыналар қоршап жатыр мені деген сияқты. Содан Перовский Геккені жібереді. Геккенің келе жатқан Исатай естіген кезде қоршауды тоқтатып, Тастөбеге қарай бет алады. Тастөбеде Геккенің әскерін қарсы алады. Дұрыс айтады, ол болсын петиция. Хан ордасын қоршау кезінде Исатай мен Махамбет петициялық талаптар сол кезде қойған. Содан біз ең алғашқы петициялардың бірі осы Исатай мен Махамбет жасағанын білеміз. Сосын олар үнжі дұрыс, 37 жылы олар жайық арқылы кіші жүзге жылжиды. Бірақ кіші жүзге жылжыған кезде оларды кім қудалайды? Сарайшық округінің сұлтаны болған Айшуақ Баймағамбетұлы осы жерде оларды қудалай бастайды. Өйткені Гекке Исатай мен Махамбетті ұстай алмады ғой Тастөбеде. Содан Перовский жариялайды сыйақы екеуінің басына. Және ол кездегі кіші жүздің сұлтандары олар патшаға жағымпазданып еңбек еткендіктен Баймағамбет Айшуақұлы осы Исатай мен Махамбетті қудалай бастайды. Баймағамбет Айшуақұлы түсінген шығарсыздар, яғни кіші жүздің хандарының бірі Айшуақ ханның баласы сияқты. Исатай басына 500 сом, қолға түсірген 1000 сом дейді. Так, сендерде контекст бар, жұмыс дәптерінде қорытынды тестте хат туралы, хаттың жолдануы деген сияқты. Сол недегі жұмыс дәптеріндегі тест, ол нағыз грант ұбытта келген хат. Бұл жерде мен басқаша кішкене хатты беріп тұрмын. Бұл хатты жазған Батыр дейді, және Орынбор шекара комиссиясына арналып жазылған болатын. Бұл Исатай көтерілісі жайлы айтылады. Мына жерде негізі мынау Махамбетті алып тастау керек, олар түгілі бір адамнан тұру керек. Бұл жерде Батыр дегендіктен біз көбінесе Исатайға айтамыз. Махамбет ол басым түрде тарихта ақын ретінде қарастырылады. Орынбор әскери губернаторына жолдаған хаттың авторы. Мынау
сол ана недегі мұнда қай көтеріліс туралы сипатталған? Исатай мен Махамбет, ал хатты жазған кім деп айтып тұр. Әріптес актив көрсетіп отырсыз ғой дейді. Кімді айтып тұр? Аясылды. Бұл жерде Исатайдың хаты Перовскийге арналып жазылған болатын. Исатай мен Махамбет көтерілісін басып жаныштауға қатысқан отряд жетекшісі, білейін, жаңаны кілтті сөз айтқан кезде бүкіл жауаптарды айтып тастадық, біз. Мына фон Штемпельді сендер өтесіздер, келесі аптада Орал Торғай деген көтерілісте оның есімі сұралынады бізде. Бұларды сәйкестендіру керек. Оңай сұрақтарының бірі бар ғой. Сырымдатұлының аймағы, Исатайдың аймағы және Нұрмұхамедұлының аймағы. 2А дейді ол болсын. 2А Исатай Бөкей ордасы, 1С 3В. 1С, яғни кіші жүз. Дұрыс, кіші жүзде орналды. Жанқожа Нұрмұхамедұлының ол Сыр мен Аралдың бойы. САБ, Д вариант дұрыс. Исатай мен Махамбет көтерілісіне қатысты дұрыс дәйектерді анықтау керек. Жетекшілер Сұлтан Қайыпқали Есімұлымен күш біріктіргісі келді. Көтеріліс екі бағыттағы күрес болғандықтан жеңілді. Исатай мен Махамбет Ақбұлақта қайтыс болды. Нәтижесінде Бөкей ордасында хандық билік жойылды. 1 дұрыс дейді. Қайыпқали Есімұлымен күш біріктіргісі келді. 2 дұрыс дейді. Екі бағытта болғандықтан олар жеңілді. 3 пен 4 олар минус, сонда бізде 1 мен 2 дұрыс, С вариант. Шынымен де Исатай мен Махамбет Ақбұлақ түбінде қайтыс болған жоқ, тек Исатай ғана 38-де қайтыс болады. Көтеріліс нәтижесінде Бөкей ордасында хандық билік жойылмайды. Махамбет 46-да қайтыс болды, ал хандық билік қашан жойылды? Ақбұлақта тек Исатай ғана, дұрыс. Жәңгір хан қайтыс болған соң ғана дұрыс Жаннұр хандық билік жойылады, 45-ші жылы жойылады хандық билік. Өте дұрыс. Екінші нұсқаға кеттік. Исатай мен Махамбет көтерілісі қамтыған өңір. Бөкей ордасы, ішкі орда, кіші жүз, әртүрліше айтуы мүмкін сіздерде, бірақ соңғы жылдары тек Бөкей ордасын ғана береді. Қай ханға қарсы бағытталды? Бұл ханның озбырлығы деп айтады, Жәңгір Бөкей хан ұлы. Балалар, 2 Жәңгір, 2 Әбілхайыр бізде бар, 2 Бөкей бар, шатастырмаңыздар оларды. Жәңгір Бөкей хан ұлы, немесе Жәңгір Есім хан ұлы деген сияқты. Кейде Салқам Жәңгірді осы Жәңгірмен шатастырып кетеді оқушылар. Дұрыс, 2 Есім бар, 2 Абылай бар. Но мына 2 Жәңгір екеуі де хан болғандықтан кейде шатастыруға болады. 2 Есім хан. Жәңгір хан қатты қысымға алды, себебі Жәңгір Ресейде білім алды ғой. Универді со жақтан ол бітіріп келді. Ол Ресейдің тактикасына үйренді. А Ресейде қалай? Ресейде билеуші қарапайым халықты қыспақта ұстайды. Содан ол Қазақстанға қайтып оралған соң, білім алған соң ойлаған ғой, мен басшымын, мен ханмын, мен не істегім келеді, соны істей беремін деген сияқты. Ал қазақтар бұндай стильге үйренбеді, өйткені ежелден бері қазақтарда дәстүр, заң бойынша жер ол бүкіл халық меншігі. Ал Жәңгір келген кезде ойлады, мен хан болсам, сәйкесінше жер бүкіл менікі деген сияқты ойда болды, бірақ қазақ дәстүрін ұмытып қалған. Қайнатасы да, дұрыс Нұра Аясыл, қайнатасына жер беріп, салықтан босатып, тіптен қайнатасына сұлтан деген атақты берген ғой. Сұлтан атақты беруге болмайды ғой, сұлтанды тек шығу тегі ғана бойынша беріледі, яғни ол Шыңғысхан ұрпағынан шығу керек, ал ол уже тарата бастаған ғой. Көтеріліс барысында шешуші шайқас қашан, қайда өтті? Кейде осы шайқастың атауын басқаша береді бізде. Ақбұлақты кейде сендерде балалар қандай өзен бойы деп айтады. Исатай қайтыс болды, содан оны шешуші деп айтады, өйткені көтеріліс басылып қалады осыдан кейін. 38-ші жылы 12-ші шілде дейді, дұрыс ұл болсын, молодец. Қилы өзені бойында деп айтады.
Сондықтан да балалар, егерде сендерде вариантта Ақбұлақ деген вариант тұрмаса, онда мына вариант тұрады. Қилы өзені бойында. Ана Бұланты мен Білеуті өзені арасында деп айтады ғой, Бұланты шайқасын, мысалы Білеуті деп айту мүмкін. Бадам өзені бойында, Ордабасы, Құрылтай, сондай сияқты өзендердің қосымша атаулары керек бізге. Сырым мен Исатай көтерілісінің ұқсастығы қандай? Екі бағытта күрес ру старшындары басқарды, әкімшілік реформаға қарсы және есіл бекіністерін құлату. Екеуі де екі бағытта күрес жүргізді. Екеуі де ханға қарсы және Ресейге қарсы деген сияқты жүргізілген болатын көтерілістер. Ол, по-моему, мына алдыңғы бір сұрақта болды. Мына екінші нені қараңыздаршы, көтеріліс екі бағыттағы күрес болу себебінен жеңіліске ұшырады. Сондықтан да Сырымның да, Исатайдың да жеңілу себебі бір. Олар екі жаққа күш шашырап кетті. Сырым да, Исатай да Ресейге қарсы күресті және ханға қарсы күресті. Вот несі ру старшындары бойынша аясыл дұрыс, ру старшындар бойынша бізде Исатайға ғана қатысты айтылады. Өйткені бұл Исатай көтерілісінің ерекшелігі, көтерілісті ру старшындар. Исатай мен Махамбет қай рудың старшындары болды? Беріш, дұрыс. Ал әкімшілік реформаларға қарсы жаңа кімнің, Илдардың сұрағы болды ғой деймін осы. Әкімшілік реформаға қарсы шыққан кімдер? Әкімшілік реформа деп бұл жердегі 22-24 айтып тұрмыз, өйткені біз 60-та әлі өткен жоқпыз. Бұл Саржан Қасымұлы бізе 22-24-ке қарсы шықты, жоламан болды, өйткені 22-25-те көтерілісті бастап кетті. Және Кенесары Қасымұлының да себептерінің бірі хандық биліктің жойылуы болды. Себебі Кенесарының мақсатын еске түсірсеңіздер, Кенесарының мақсаты екеу болды. Біреу ол патша отарлаған жерлерді қайтару, екіншісі Абылай ханның кезіндегі хандық билікті қалпына келтіру болды. Неге ол хандық билікті қалпына келтіргісі келді? Өйткені ол мына 22-24 жылғы реформаларды теріске шығарған болатын. Сондықтан да хандыққа қарсы күрескендер, хандық билікті қалпына келтіруді қолдаған деп осы үшеуін айтамыз. Бөкей ортасындағы болған көтеріліске қатысы дұрыс дәйекті. Бір ғана дәйекті табу керек. Махамбеттің 200 жылдығы 2005 жылы, Исатай Хиуадан бөлінген Қайыпқали Есімұлы, көтеріліс ұйымдастырылды, шашыраңқы сипатта болды. Ақбұлақ, Қиыл өзендер маңында шайқасы болды. Біріншісі қате дейді, өйткені 2003 жылы Махамбеттің 200 жылдығы тойланды. Төртіншісі қате дейді, себебі Ақбұлақ шайқасы 1838 жылы шілдеде болды бізде, Исатай қайтыс болды. Б дұрыс дейді, Б-ні дұрыс деп шешеміз, өйткені мына ұйымдастырылды, ұйымдаспаған күйде болды деп айтамыз біз. Шашырап кетеді ғой аналар, ұйымдаспаған. Мына екі сөзді қараңыздаршы, ұйымдастырылды және шашыраңқы. Екеуі қарама қарсы сөйлеп тұрған сөздер, антоним сияқты. Сондықтан да егерде ол ұйымдаспаған және шашыраңқы сипатта болды, онда цені ойлануға болады. Ал бұл жердегі айтып тұрғаны, көтеріліс ұйымдастырылды, бірақ шашыраңқы болды. Мұқият болу керек, дұрыс айтасың Жансая. Өйткені мына ұйымдастырылды деген сөздің өзі ұзын бар ғой, сендер тез қарап, әбден қате кетіріп алуға болады. Исатай мен Махамбет көтеріліске қатысты оқиғаларды хронологиямен орналастыру керек. Жылдарын табайық. Тастөбе, хан ордасын қоршау, казактардан жерді қайтарып алайық, және Баймағамбет Айшуақұлы. Қай жылды білеміз? Тастөбе 37 жыл 15 қараша. Екіншісі Жәңгір ханның ордасын қоршауы. Жаңа негізі біз түгелін айтып кеттік, кілтті сөз айтқан кезде, екіден кейін 4 дейді. Екіден кейін 1 болу керек негізі.
3:38 дейді. Что-то сендер мынадан қиналып қалдыңдар ғой. Вот, Інжудікі енді дұрыс. 37 жыл қазан. Жаңа Тастөбе кілті сөзі талдаған кезде мен реттілікті жазып қойғам сендерге. 37 жылы қазанда теректі құмға жиналады, Жәңгір хан ордасын қоршайды, сосын қоршауды тоқтатып Тастөбедегі кемен кездеседі. Так, 34-шісі дұрыс айтады. 37 жыл желтоқсанда олар кіші жүзге қарай өтеді. 13 желтоқсанда. И вот сол кезде кіші жүзге өткен кезде Баймағамбет оларды қудалайды. Ал мынау балалар, так, ама дейді. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Мынау балалар, үшіншісі ол 1836 жылы болды. Інжу жатыр күзде дейді, 36 жылы көтерілісті бастаған жылы. Өйткені бірінші жыл 36 жылды Исатай көтерілісті көбінесе бейбіт түрде өткізуге тырысқан. Ол халықты жинайды. Біріншіден ол ауылмен көшіп кетеді. Жәңгір ханға қарсылық білдіріп. Ауылымен көшіп кетіп, ол халық арасында таралады, және халық Исатайдың ауылына төңірегіне жинала бастайды, бізде сені қолдаймыз, шығайық көтеріліске деп. Сол кезде 36 жылы Исатай халық алдында сөз сөйлеп, халыққа үндеу тастады. Жайық казактары, немесе Орал казактары, естеріңізде бар шығар, Сырымның 4000 малы, қазақтардың 4000 малын айдап әкеткен жайық казактары Юсупов пен Безбородкаға қарсы шығайық, жерді тартып алайық деп 36 жылы шақырады. 37 жылы күзде, яғни қазан айында, Исатай уже қарулы күшке көшеді, ол орданы қоршайды, Тастөбеде шайқасады, кіші жүзге өтеді, Айшуақ оларды қудалайды. Сондықтан да бұл жерде 3, 2, 1 және 4 вариант дұрыс болады. Мына сұрақ тура 2025-те келді осындай күйде. Мыналар түгелі 2025-те осындай күйде келген. Негізі мына презентацияны тағы да талдап жіберсеңіздер жақсы болар еді. Өйткені презентацияда 2 нұсқа түгелі 40 сұрақ тек көтеріліске ғана арналған. И плюс бұл жердегі сұрақтардың 90% 2025 жылғы ұбт-ның сұрақтары, сондықтан сендерге пайдалы болып қалар. Қаңтар ұбт-да мыналар точно келеді. Мен 1000% сендерге кепілдік бере аламын. Мына сұрақтар қаңтар ұбт-та келеді, себебі қаңтар ұбт-да әдетте жаңа сұрақтар келмейді. Только вот өткен жылы қаңтар ұбт-та где-то 10% жаңа сұрақ келді. Қалған түгелі қаңтарда вообще ешқандай жаңа енгізбейді, ол жай пробный тест сияқты ғой. Балалар өз-өзін сынасын, психологиялық тұрғыда деген сияқты. Сондықтан мына презентациялардың барлығынан сұрақтарды білсеңдер, қаңтар ұбт-та спокойно 130 плюс жинайсыңдар. Кенесары айтқан сөзі: менің мұнда келген мақсатым жауласу үшін емес, қазақтар мен қай халықтың басын қосып күшейту деп айтқан ол. Ол қырғыз манаптарына сондай елші жіберіп сөз жіберген, қырғыздар бас тартады бұдан, және кейін Кекілік Сеңгір түбінде шайқас өтеді. Бір уақытта патша үкіметіне және ханға қарсы шыққан кімдер? Ақсүйек ру басылары манап деп, дұрыс Каусар, осыны мен сұрайын деп жатып, ұмытып кеттім, манап деген не екенді. Манаптар дұрыс, ақсүйектер, сендер Абылай хан кезінде де оны өткенсіңдер. Қырғыздар оған қосылмайды, сосын ол басып кіреді жерлеріне. Дұрыс. Өйткені Шыңғысхан ұрпақтарының билігін мойындамай отыр қырғыздар. Так, Д вариант деп жатырмыз, өте жақсы. Жаңа алдыңғы сұрақта біз осыны талдағанбыз. 2 жақты күрес. Жаңа айттық қой, жеңілу себебі неде? 2 бағытта күрес жүргізді, содан жеңілді. 2 жақта дұрыс соғыс Каусария жүріп жатты. Сырым қай ханға қарсы шықты, Исатай қай ханға қарсы шықты. Егер де екеуі де Ресейге қарсы, екеуі де ханға қарсы, Дұрыс, Нұралы хан бізде бар, Нұралдан басқа Есім хан бізде бар, ал Исатай болса Жәңгір ханға қарсы күресті. 2024 жылы осындай тапсырма келді балалар.
сырымда толы көтерілісі қай хан тұсында басталды деп келді. Сырымда толы көтерілісі Нұралы хан тұсында басталды. Кейбір балалар шатасып, Әбілхайырды лағып жауап берген ғой. Ал Нұралы бізде 1848-ден 1850, ойбай, 1800 деп жатыр, 1748-ден 1785-ке дейін билік, 86-ға дейін билік етті. Сондықтан да Сырымның көтерілісіне тұспа-тұс келіп тұрпынды. 36-38 жылы көтерілісшілердің талаптарындағы қате тұжырымды тап. Талаптары, яғни петиция деген сөзді естіген шығарсыздар, петиция, яғни үкіметке өз талаптарын келтіру. Сонда Исатай мен Махамбет хан ордасын қоршаған кезде Жәңгірге бірнеше талап қойды. Соның ішінде қайсысы дұрыс емес? Дұрыс айтасыздар, бұл жерде Б сәйкес емес, аман, өте жақсы. Исатай және Махамбет ру старшындары болғандықтан Жәңгірге айтады, бүкіл билікті ру старшындарға қолына бер. Қайнатаң Қоралқожа Бабажанұлы және Балқожа би деген бар, соларды өз жанынан қудалап тастауды дұрыс Кәусар талап етеді. Жерлерді халыққа қайтару. Ана Юсуп Безбородко, помещиктер дейтін, жайық казактары, Жәңгір үші жерлерді қайнатасына Балқожа биге берген. И плюс Інжу өте жақсы, молодец айтып жатыр, салықты азайту. Өйткені көтерілістің себептерінің бірі ол салықтың көбейіп кетуі болған. Осы салықты жеңілдетті, билер мен ру старшын кеңесіне құлақ асты. Аманның айтқан жауабына қараңыздар, себебі Исатай мен Махамбет көтерілісінің тарихи маңызы неде деген сұрақ қойылған кезде, жаңа біз Жанқожа мен Есеттің тарихи маңызы неде дедік. Дәл солай Исатай мен Махамбеттің көтерілісінің тарихи маңызы неде деген кезде біз айтамыз, Жанқожа көтерілісшілердің талаптарын ішінара орындады. То есть кейбір талаптарын орындады деген сияқты, Сонда салықты жеңілдетті, билер мен ру старшындардың кеңесіне құлақ асты дейді Аман. Жәңгір, яғни салықты жеңілдетеді және өзінің билігін ру старшындарға бермейді, бірақ олардың ақыл кеңестеріне құлақ асамын деп сөз берген. Берілген оқиғаларды ретімен орналастыру керек. Саржанның көтерілісі, Ақмоланың салынуы және Сібір қырғыздары. Сібір қырғыздары қай жылға жатады бізде? Ең оңайынан бастаймыз. Айылдар уже Б дейді. Қарайық. 22-ші жылы болды Сібір қырғыздары. Ақмола Оғлай 38-ші жылы, ол бізде Кенесары Ақмоланы 38-ші жылы қоршайды. Ал мынау құрылуы деп тұр. Ақмола округі қай жылы құрылды? 22-24 жылғы реформада сендерде жазылған о жерде Баянауыл округі, Ақмола, Көкшетау деген сияқты. Асимай 32 деп жатыр. Және Саржан 25-ші жылы. 25 пен 36 ғой дейм. Осындай күйде. Мынау ұбт-дан алынған тапсырма. Екінші құпия сөз болған жоқ әлі құралды. Қазір болады ол. Сонда мынау балалар қарасақ рандомный бір оқиғалар бар ғой, бір тақырыпқа қатысты емес деген сияқты. Бірақ олар хронология бойынша бір айналада жүрген тапсырмалар. Сонда 3-1-2. 3-1-2, мынау Б вариант шынымен де дұрыс екен. Екінші құпия сөз кетті. Сағат бізде 9:59 ба? Түнгі 10 болды, қалай отырсыңдар сендер? Кеш қой, түнгі 10, сенбі күні бойы ми жұмыс істеді. Еще мен сендердің миларыңды қатырып жатыр, мына жерде отырып бар ғой. Қандай сөз? Екінші құпия сөз қазалы. Нұрай, егерде жаңа алдыңғы неде практикалық сабақта 1-2 бала айтады, презентация көрінбей жатыр, сіздің тек қана дауысыңызбен тыңдап отырмын деп, сол егер дәл солай дауыспен отырсаңыздар, екінші құпия сөз қазалы. Кураторға жіберіп қойыңыздар. 4-тен бері эфирлер дейді.
48 жылы салынды Сырдария бойында, иә. Қазалының бір ерекшелігі, балалар, қазалыны ұбт-та мынандай күйде келтіреді сендерде. 1800 деп жатырмын бар ғой. 1800 деп отырмын. 1917 жылы ақпан төңкерісін білесіздер, иә. 1917 жылы 30 қазанда кеңес үкіметі алғаш рет орнаған жер деп сұрайды. Сонда қазалыны бізде келтіреді, кейде Перовск деп те басқаша да айтады. Хотя Перовск ол бізде Ақмешіт негізі, но қазалыға байланысты да бізде айтылады. Ат бар еще дейді. Қандай ат? Менде дауыспен ғана. Айдана, сенікі де солай, иә? Қазіргі қазалы бұрынғы райым. Екеуін қосып тастады. Аясыл. Райым мен қазалын қосып тастады. Сондықтан да бұрынғы райым ол қазіргі кездегі қазалы, бұрынғы қазалы, қазіргі кездегі де қазалы деймін ба? Бастарыңды одан сайын қатырып тастайын мен. Давайте кішкене қалды, екі контекст қалды. Кенесары сауда саттық пен алым салық саясатында енгізген өзгеріс. Баш салығынан түскен қаражатқа қару-жарақ пен оқ-дәрі алды. Екінші, егіншілікке тыйым салып, ұшыр салығын жинауды тоқтатты. Бүкіл халыққа зекет салығын салды. Төртіншісі, сауда керуендерін тонауға тыйым салды. Так, екі қате. Өйткені ол керісінше егіншілікке ол қолдау көрсетті. Иә? Так, 1 мен 4 дұрыс дейді. 1 мен 4 шынымен де дұрыс. Біріншісі, баш салығынан түскен ақшаға қару-жарақ пен оқ-дәріні сатып алып отырған. Баш салығы, то есть саудагерлерден алынады, иә? И дұрыс Аясыл, керуендерді тонауға тыйым салады. Себебі керуендер ол сауда саттық, ал сауда саттық ол баш салығы деген сөз. Саудагерлер егер де жол қауіпсіз екен түсінсе, саудагерлер өтеді, значит олар салық төлейді. А салық төлесе, значит қару-жарақ пен оқ-дәрі сатып алады дегенде, иә. 40 мал басы бар ғана адамдардан ол зекет жинады, және Асемай дұрыс бүкіл халыққа емес зекетті салады, тек қана малшыларға ғана салдырған болатын. Кенесары көтерілісіне қатысқан батырлар, қайтадан сұрақ, только басқа батырлар. Ұшыр ол егіншілерге, дұрыс, то есть басқаша қарап отырсақ, балалар, Кенесары ол бұрынғы қазақтардың дәстүрлі өмірін қалпына келтірді. Так, Байсейіт және Тайшыбек. Жаңа Илдардың айтқан несі болды ғой, көбінесе осындай күйде деп. Байсейіт, Тайшыбек, сұраншы деген сияқты, иә. Малайсары, біз оны өткен сабақта талдадық сендермен. Жоңғар шапқыншына қарсы. Жалаңтөс ол Орбұлақ шайқасы. Рүстем ол бізде сұлтан болып табылады. Сатып кеткен, кейде тарихтағы тентек төре деп аталып кеткенді айтады. Келесі оқиғаларды ретімен, көтерілістерді рет-ретімен. Кенесары, Сырым, Жанқожа. Қайсысы жылдармен айтып жіберейік, оларды Кенесарының жылы, Сырым көтерілісі және Жанқожа көтерілісі. Кәусар біріншісі 37-47 дейді. Сырым біріншісі болады. Жылы қандай енді ол болсын, біріншісі болса 83-98. Кәусар бүгін ол болсын екеуі прям күшті жұмыс істеп жатыр. Илдар, дұрыс, Асемай. И Жанқожаның көтерілісі Жүздатыда бар бізде Жанқожа. Жүздатыда Жанқожаны 19-ның 50-ші жылдары деп айтады. 19-шы ғасырдың 50-ші жылдары, ол Илдар, дұрыс, 1856-57. Вот аман түгілін жазып сады неге чатқа сендерге. Сонда бізде 2, 1, 3 деген сияқты күйде. Жансая Жүздатыны жыл сайын өзгертпейді. Бізде, например, ұбт 2022, ұбт 2023 бір Жүздаты болды. Қайталана берді жыл сайын. Сосын 2024-те өзгертті, 2025-те өзгертті. Сендерге вообще хабар жоқ бар ғой, уже қараша кетті. И обычно Жүздата, спецификация, оқулықтар қыркүйек қазаннан қалдырмай
жіберіп қоятын. Қарашада болмайтын ондай. Осы жылы сендерде тек қана тест спецификация шықты и все. Оқулық өзгерді ма жоқ па, ештеңе айтқан жоқ. Жүздаты өзгерді ма жоқ па, ештеңе айтқан жоқ. Сондықтан да сендердің амалдарың тек қана бір ғана. ОБТ 2025 жылға құрастырылған жүздатаны еске сақтау. Жүздаттан көп келмеді деп естідім дейді Асемай. Ол жылдан жылға өзгеріп отырады. Бір жылдары оқушыларға көп келеді, екінші жылдары вообще жүздаттан түк келмейді. Бұл адамға байланысты. Жүздаты тем более о жерде еске сақтау қиын емес. Өйткені барлық оқыған тақырыптардан келіп жатыр. Мысалы, Жанқожа мынау бар, 19 ғасырдың 50 жылдары. Кенесары бар, жүздаты 37-47, онсыз да оны білеміз. Амангелді Имановты онсыз да білеміз, 16 жыл болғанын. Түрік қағанатының 552 жылы құрылған итакты онсыз да білеміз, 603-ке дейін. То есть жүздаты сендерге вообще қиын емес нәрсе. Өйткені сендер оның түгелін тақырып бойынша итакты оқып жатсыңдар. Поэтому жүздаты мен айтар едім, мүмкіндік бар жүздатаның келуі 50-50%. То есть сендерде, мысалы, бізде потокта 200 оқушы оқып жатса, 200 оқушының 100 оқушысына ғана келу мүмкін, жүздатадан бірақ қана тапсырма келу мүмкін. Бірақ 50% оқушыға вообще жүздатан сұрақ келмеуі мүмкін. Неден қалып қойдым? Жоқ, ештеңеден қалып қойған жоқсын. Айтып тұрғанымыз, жүздаты өзгерді ма жоқ па деп сендерге. Жүздаты сендерге өзгерген жоқ. 2025 жылғы жүздатамен жүре береміз. И ол 50-50% аясыл келіп отырады. Біреуге келеді, біреуге келмейді деген сияқты мағынада. Так, хронологияны сәйкестендіру керек. Берел ол бізде Шығыс Қазақстан, Өскемен жақта орналасқан сақтардың ескерткіші. Шілікті Берел, Майамер деген Зейнолла Самашевтың зерттегені. Тарбағатай шығар, әйтеуір Өскеменнің жанында ол. Мен географияның несі бойынша аса күшті білмеймін, но Тарбағатай ол Алтайға, по-моему, жақынырақ сияқты. Так, 3D, 4C дейді. 1841, 4C дейді. 47 кекілік сеңгір, 2A, 1V дейді. 1V 1838, мұнау 1837, мұна жерде 9 деп қойыппын ғой мен. Петропавлден келе жатқан керуенді басқарған кім сол кезде? Кімнің әскерін ол талқандайды? Дұрыс, Ильдар, Хорунжий Рытовтың әскерін ол талқандайды. Ең алғашында ол Ақтау бекінісіне шабуыл жасайды, сосын Рытовтың әскерімен шайқасады, сосын қыс өтеді, бітеді, көктемде ол қайтан бастайды көтерілісті, Ақмолаға шабуыл жасайды. Ақмоладан кейін уже хандық билікті Кенесары қалпына келтіреді. Хандық билік қалпына келген соң ол ұлы жүзге қарай көшеді. Ұлы жүзге көшіп Қытайдан көмек сұрайды, қырғыздардан көмек сұрайды. Қырғыздар жоқ, көмектеспейміз деген соң кекілік сеңгір шайқасы өтеді. Егер де біз қысқаша түрде Кенесарының барысын айтсақ, осындай реттілікпен ол жүріп жатты бізде. Келесі, көтеріліс жетекшілерді сәйкестендіреміз. Бұл көтеріліс жетекшісі хан қамалын қоршады, Елек бекінісіне және Ақмоланы өртеді. Қайсысы кім не істеді? Дұрыс, Ақтаудан барлығы басталды. Ақтау деген Батыс Қазақстанның Ақтауы емес екен білесіздер, Астананың жанында Ақтау деген ауыл бар. Так, 1C, 2B, 3A дейсіңдер. Есетпен Жоламан Елекке шабуылдады бірге. Дұрыс, Есетпен Жоламан бірге шабуыл жасаған. 1C, Кенесары Ақмола бізде болады, Жоламан ол бізде Елек болады, Исатай бізде хан ордасын қоршаған. Берілген көтеріліс жетекшілерін рулармен сәйкестендіру керек. Мынау енді вообще оңай, мынаны білмейтін бала білмеймін енді қалай тарихқа дайындалғаны.
оп оңай, иә. 1 В дейді беріш, иә. 2 С, 3 А бізде болады. 2 С Сырым Байбақты, Кенесары бізде Төре руынан шыққан. Қай жылы Кенесары хан боп сайланды? То есть оның хандық билік еткен жылдары 41 мен 47, ал өмір сүрген жылдары қандай? Өйткені Кенесарының именно өмір сүрген жылдары жиі келеді ұбт-да. 1802-1847. Ал 1802-де қайтыс болған қай көтеріліс жетекшісі? Ол Сырым қайтыс болған, дұрыс. 1752-де ма, бір нәрсе әйтеуір білмеймін мен, Сырымның дүниеге келген, әйтеуір қайтыс болған жылын ғана білем болды. Сырым Хиуа жерінде дұрыс қайтыс болады 1802 жылы. Келесі, Жанқожаның уақыты. Көбі сұрақтар қайталанып жатыр, өйткені тек сұрақтың құрылымы ғана өзгереді, ал мәні сол бір мағынада. 19 ғасырдың 50 жылдары Қоршаған қамал. Мың 856 жылы желтоқсанда Жанқожа қоршаған қамал, ол Қазалы қамалы ма, бекінісі ма, екеу бір сөз әйтеуір. Дұрыс, дәйекті, бір ғана дәйекті табамыз. Жанқожа Кенесарыға көмек көрсетті. Жанқожа мен Жоламан бірігіп Хиуаға қарсы күресті. Жанқожа Адай руынан шықты. Жанқожа Ресей мен Ымыраға келді. Жансаяның жаңа айтқаны Жанқожа мен Жоламанды шатастырамын деп, Кәусардың да айтқаны болды ғой деймін, иә. Сендерге енді мына сұрақ жаман болып тұр енді. 3 пен 4 қате, қайсысы 3 пен 4? С мен Д қате дейді. С мен Д қате. Бізге бұл жерде тек біреуін ғана табу керек, иә? С, Д, Б қате дейді. С, Д, Б қате, Б, С, Д қате. Сонда А вариант дұрыс. Шынымен де Кенесарының қоқандықтармен күресте көмектеседі. Сыр бойындағы Созақ, Жүлек, Жаңақорған. Жанқожа мен Жоламан Хиуа хандығына қарсы күресті. Жоламанмен емес, Жанқожа кіммен бірігіп күресті? Яғни Б варианттың оғылай дұрыс. Есетпен бірігіп күресті. Жанқожа Адай руынан емес, Жанқожа қай рудан шыққан? Ол Шектіден шықты, дұрыс, кіші жүздің, иә. Және Ресей мен Ымыраға келген Жанқожа емес, Есет Ымыраға келген. Сұрақ, не себепті Есет 58 жылы Ресей мен Ымыраға келді? Бұндай тапсырма бар, не себепті Есет? Өйткені Ресейден қару бар, машиналарға қарсы шыға алмайды, пайдасыз, білді. Ресейден қару күшті екен білді, пайда жоқ екенін түсінеді, дұрыс. И соңғы сұрақ, реттілікпен орналастыру. Жанқожа Хиуаның Бесқала бекінісін жаулап алды. Жаңа қала бекінісі, Қызылқұмның ішіндегі Жаңқара бойындағы шайқас, Хиуаның 2000 сарбазы. Естеріңізде ме, біз осының бір ақпаратын чатта отырып бір ассоциация ойлап шығарғанбыз. И маған жылдарын егерде айтып жіберсеңіздер. Үшіншісі соңғы дейді. Неге соңғы ол? Дұрыс, жанр. Ол 60 жылы Жанқожаның қайтыс болуы. Давайте бірге осыны ассоциацияны, жаңа алдыңғы балалармен біз тағыдай екі ассоциация ойлап шығардық. Мынаны давайте кімге көмектеседі бұл? 1856 жаңа қала дейді. 1800 жоқ, жаңа қала емес. 4840. Так, давайте бірге істейік, иә? Илдар мұқият қарап отыр, Димаш, қыздар, Жаннұр, Асемай, Кәусар, Жансая. Хиуаның 2000 сарбазы бар жасаған. Мен былай жаттадым. Абай Құнанбайұлы дүниеге келген кезде Абайдың әкесі 2000 жылқы сыйлады, 2000 жылқы сойды. Сонда 2000 сарбазы бар жасағы нешінші жылы жеңілді? Хиуаның 2000 сарбазы.
Менің логикамды түсіндіңдер ма? Абай 45-ші жылы туды, дұрыс. Значит, мынау Хиуаның 2000 сарбазын Жанқожа 45-ші жылы жеңді. Мен солай жаттадым, маған күшті көмектесті. Абай дүниеге келген кезде Абайдың әкесі 2000 жылқы сойды. Сосын мынаны жаңа біз ойлап шығардық бар ғой. 5 қала. 5 қала неге 6 қала емес? 5 қала 5-тен кейін қандай сан кетеді? 5-тен кейін бізде 6 кетеді. Значит, мынау бізде 1836. Білмеймін қалай еске жаңа бір бала солай айтты, мен солай жаттап алдым бар ғой мынаны. Вот мына екіншісі, жаңа қалаға байланысты біз ассоциация ойлап шығарған жоқпыз. Бірақ ол 47, дұрыс айтасыздар, Кәусар. Бір қыз айтады, мен жаңа қаланы жаттап алдым, 1847, өйткені Кенесары қайтыс болды 47-де. Мен айтам, қандай байланыс біз жаттайтындай. Мысалы, мен 2000 Абаймен 45-ші жыл дүниеге келіп, 2000 жылқымен байланыстырдым. Үшіншісі, ол оңай. Бұл Жанқожаның ең соңғы шайқасы, дұға оқып, қайтыс болған жері. Мынаны жарайды 5, 5-тен кейін 6, 36 дей салып. Мынау 30 ба 40 ба екен, түсініксіз әзірше. Жаңа қала 47 екенін солайша ол қыз айтады, мен жай жаттадым. Жаңа қала Кенесары 47 деп. Жаңа қала Райым бекінісі салынған жыл. Хорошо. Жаңа қала Райым Кенесары. Кенесары именно 47-де қайтыс болды. Короче, осындай күйде ол балалар, сол мынау біреу ғана қалып отыр, но мен уже шынымды айтсам, ана алдындағы жаңа эфирдегі қыздың логикасымен уже жаттап алдым. Ешқандай себебі жоқ, не очень ассоциация, сол Илдар айтып тұрмын, содан сендер ойлап шығарыңдар. Жаңа алдыңғы неде эфирде 2 ассоциация ойлап шығарғанбыз. Короче, сонымен ол не болады? 1 болады, 4 болады, 2 және 3. 14, 23, С вариант дұрыс. Так, тағы біреу бар екен ғой, құдай. Дұрыс дәйектерді анықтау керек. Жанқожа бұлғарларға қарсы Тобыл бойында шайқасты, Ақмешітке дейін жетті, Жанқожаны қасиетті адам дейді, және қалмақтарға қарсы күресті. Соны айтам, Жансая, ассоциация жасаймыз деп мүлде басымызды қатырып, еске сақтай алмайтындай болдық. 2 дұрыс, 3 дұрыс дейді. 2 дұрыс және 3 шынымен де дұрыс. Мына жердегі 1 бұлғарларға қарсы, бұлғарлар іші жоқ ол кезде, Тобыл мен Сырдария 2 жақта жүрген, қалмақтар деген соңғы рет біз 1771 жылғы шаңды жорықта айтқанбыз сендермен. Сондықтан да бұнда 2 мен 3 деген варианттар дұрыс, С вариант. Так, осымен болдық. Так, сақтайық, жарайды, сақтап қой. Презентацияны сендерге жіберермін. Тағы да орындап жібер.